Бүгінгі видео сары майға арналмақ. Менің каналымда білесіздер, сары майды қалай жасап жатқан видеоларым көп. Соның жалғасы болмақ бұл. Міне, мен 3 ыдыс майды үлкен табаққа салып, жарты сағаттай бұлғадым. Сол 3 ыдыс майдан менде 4,5 кг май шықты. Қазіргі тамыз айындағы майларымыз әрине бұрынғыдай сары болмайды, дегенмен дәмі өте керемет. Менің бір құпия лайфхагым десе де болады. Мен майды міндетті түрде тұздаймын. Тұзсыз майды өзімде жақсы көрмеймін. Үйдегілер де тұзсыз майды ұнатпайды. Сондықтан мен сатқанда да тұзымен сатамын. Ал тұзсыз деп заказ берген адамдарға бөлек тұзсыз бұлғап беремін. Міне осылайша 4 кг бөлек және жарты килограмм ол өзімізге бұлғап салып қойдым. Май өте әдемі, өте керемет, балғын екені мына видеолардан да көрініп тұр. Ал ендігі жұмыс бұл 3 ыдыс қаймақтың ыдысын және май былғаған үлкен табақты жуып, барлығын орналастырып, одан кейін шкафтарымды, раковиналарымды жуып қалпына келтіріп қойдым. Бұл да бір үлкен жұмыс.